Қайырлы күн. Бүгінгі сабақтың тақырыбы телефонның ішкі жадысы. Телефонның ішкі жадысы деректерді операциялық жүйелерге тұрақты сақтау үшін қызмет етеді. Телефонның ішкі жадысына кіру үшін бізге өткізгіш қосымшасы мен менің файлдарым қосымшасына кіру керек. Смартфонда өткізгіш қосымшасы, менің файлдарым қосымшасы файлдар мен папкаларды көшіруге, жылжытуға немесе өшіруге мүмкіндік береді. Олар басқа да қосымшалардан құралған және қызмет көрсетілетіні тәуелсіз. Бұл қосымшаға кіргенде сіздің экран бетінде мынандай бөлімдер пайда болады. Олар суреттер, бейне файлдар, құжаттар, әндер. Оларға кіру кезінде көрсетілген бөліммен байланысты сол ақпарат көрініп тұрады. Бұл түймешені басу кезінде сіздің телефоныңызда папка түрінде барлық файлдар ашылып тұрады. Онда сізге жады құрылғысы түймешесін басу керек. Сонда сізде папкалардың толық тізімі ашылатын болады. Мысалға, WhatsApp папкасын анықтайтын болсақ, оны басамыз. Ары қарай медиа папкасын ашамыз. Ол жерде WhatsApp-тан келіп түскен ақпараттар сақталады. Олар WhatsApp Images. Бұл папкада сіз қабылдаған және жіберген суреттер мен фотолар тұрады. WhatsApp Profile Photos. WhatsApp профиліндегі суреттерді сақтайды. Wallpaper. Бұл түстер папкасы. Негізінде көбінде бос тұрады. WhatsApp Video. Өзінде бейне файлдарды сақтайды. WhatsApp Documents. WhatsApp-тағы қабылданған және жіберілген барлық файлдарды көрсетеді. WhatsApp Stickers. Бұл папкада жүктелген стикерлер сақталады. WhatsApp Voice Notes. Бұл қабылданған дауыстық хабарламалар. WhatsApp Audio. Мұнда WhatsApp арқылы келген әндер тұрады. WhatsApp Animated GIFs. Өзінде анимацияланған суреттерді сақтайды. Өшірмес алдында сіз қандай файлды жоятыныңызды көріп шығу маңызды. Жойылған файлдарды қалпына келтіру мүмкін емес. Керек емес файлдарды жою кезі екі тәсілден тұрады. Біріншісі, керек емес файлды табу және оны ұзақ басып тұрғанда белгі шығып, ары қарай сол файлды белгілеп, егер өшіргіңіз келсе, өшіруге басу. Екіншісі, файлды баса отырып ашу, сосын керек емес файлдарды таңдап, өшіру батырмасын басу. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта көріскенше.